Қайырлы күн. Комбинаторика формуларын қолданып есептер шығару бұл деңгейлі есептер. Онда 7-ші есеп y тең ax квадрат қосылған bx қосылған с функциясының графигінде a1, a2 тағы сол сияқты a12 нүктелер тізбектей белгіленген дейді. Бұл жерде графикте парабола берілген, соны сызып жіберсек, осы параболада берілгенде функциясының графигінде дейді нүктелер берілген екен. Яғни a1, a2 мына жерде реті маңызды емес, бірақ сол a12-ге дейінгі нүктелер берілген. Енді біріншісінде не дейді? Ұштары осы нүктелерде болатын кесінділер санын дейді. Кесінді дегеніміз не? Екі нүктенің қосындысы. Сол a1, a2 болуы мүмкін, a1, a3 болуы мүмкін, a1, a11 болуы мүмкін деген сияқты. Бұл жерде 12-ге дейінгі бізде сандар бар, біз бұл жерден теріп алып тұрмыз, сондықтан теру формуласын қолданамыз. Яғни 12-ден 2 нүктені алып тұрмыз, Осы жерде енді есептейтін болсақ, 12-ден 2-ні азайтасыздар 10-ның факториалы. Мына жақта қысқарып кетеді, 11 мен 12 қалады. Мына жақта 2 мен 2 қалады, Сол кезде 66 қалады. Жауабы. Екіншісі, төбелері осы нүктелерде болатын үшбұрыштар санын табыңдар. Үшбұрыш дегеніміз 3 нүктенің қосындысынан тұратын. Енді мына жерде a1, a11, a12 болуы мүмкін, тағы сол сияқты кете береді. Бұл жерде де теріп алып тұрмыз, сондықтан a12-ден 3 болады. Осы жерде факториалдарын тауып жіберетін болсақ. Қысқарып кетеді де 10, 11, 12 қалады. Мына жақта 2 көбейтілген 3 қалады. Қысқарған кезде 220 болады. Келесі 18-ші есеп. Абонент телефонның 2 цифрын ұмытып қалған. Егер ұмытылған цифрлар әртүрлі екенін ескерсе, онда абонент 2 көптегенде қанша номер теруі керек дейді. Мысал ретінде сіздерге бір номер жаза салайық, кез келген 705, 109 және бір белгісіз 2 цифрды ұмытып қалды, сол 2 цифрға 2 торкөз сала салайық. Енді осы жерде 2 торкөзге біз кез келген 2 сан жазаламыз, мысалы 56. Біз оны 65 деп жазаламыз. Олай болуы мүмкін ғой. Және осы 2 жерге қанша цифр қоя аламыз? 0-ден бастап бізге 9-ға дейін цифрлар бар, 8, 9. Осының барлығы бізде 10 цифр, Енді бізге осы 10 цифрның ішінен кез келген бір 2 цифр болуы мүмкін. Біз бұған орналастыру формуласын қолданатын боламыз. Өйткені біз бұл жерде кез келген 2 санды қоя аламыз, Енді осы формулада бізде n дегеніміз 10-ға тең, k дегеніміз 2-ге тең. a10-нан 2 тең 10 факториал. 10-нан 2-ні азайтасыздар 8-ні факториал. Осы жерде 9 бен 10 қалады, оның көбейтіндісі 90. Демек бізде 90 мүмкіндік бар, теруге. Онда 9 барлық цифрлар әртүрлі болатын неше, қанша 4 таңбалы сан бар дейді. Жаңағыдай 0-ден 9-ға дейін бізде 10 цифр бар, Осы 10 цифрды біз 4 таңбалы санға қанша тәсілмен қоя аламыз? Енді 4 торкөз салып қояйық осы жерде. Біз біріншісіне әлбетте 0-ді қоя алмаймыз, себебі 0-ден басылатын 4 таңбалы сан жоқ. Біріншісіне демек біз қалған 9 санды қоя аламыз, Демек, мына жерге біз 9 деп қояйық. Келесі екінші орынға тағы да 9 орын қоя аламыз, 0 кіреді. Үшіншісіне 8, төртіншісіне 7 сан цифр қоя аламыз. Енді осылардың барлығын көбейтіндісі 4536-ға тең екен. Назарларыңызға рахмет.